Сәлем! Адам баласы үшін ми өте маңызды мүше болып табылады. Оның жақсы жұмыс жасауы да маңызды. Дегенмен, бәрі біле бермейтін ақпарат бар. Біз дене мүшелерімізді қалай жаттықтырсақ, миды да дәл солай жаттықтыра аламыз. Ол үшін қатты күш жұмсап, ойланып қажет емес. Тек миға арналған жаттығуларды орындасаңыз жетеді. Ұзақ уақытыңызды алмайды. Күніне кем дегенде 5 минут. Сіздермен 99 каналы. Бүгін миды жаттықтыру, концентрацияны және мұқияттылықты арттыру жайлы айтатын боламын. Негізі ми өте жалқау, ол ештеңе істегісі келмейді. Ми үшін автоматты түрде өмір сүрген қолайлы, яғни жаңа проблемалар мен жаңа нәрселерді ұнатпайды. Сол себепті миға күнделікті тапсырма беріп отырған дұрыс. Ендеше кеттік. Алғашқы тапсырма шатасқан түстер. Бұл жаттығуда түстердің аты басқа түспен беріледі. Жазылып тұрған сөзді емес, түсін атау қажет. Мысалы, жасыл. Дайын болыңыз. Ендеше бастаймыз. Екінші тапсырма қарапайым математикалық жаттығулар. Сізге оңай есептер беріледі. Тез есептеңіз. Ендеше бастаймыз. Жарайсыз. Үшінші тапсырма анаграмма. Берілген сөзден жаңа сөз құрастыру қажет. Сөз ішіндегі барлық әріп қолданылуы тиіс. Мысалы, таныс, астын. Кеттік. Кейін өз ойыңыздан осындай сөздер құрастыруды ұмытпаңыздар. Бұл жаттығулардың барлығы ми үшін өте пайдалы. Бұрын аңғара бермейтін дүниелерге мән бере бастайтын боласыз. Видеоны ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. 99 бен бірге дамы.